Салт-дәстүр ұлт үшін өмір, қоғам заңы, ел зердесіне рухани байлық, өнеге тәжірибесін құраған. Өткен заманда қазақ халқы үшін салт-дәстүр бұлжымас заң болған. Мысалы, наурыз көже, той, қонағасы, шашу, ерулік ата салт болып саналған. Салт-дәстүр байлығы, мәдениет байлығы, сәлем беру, сүйінші, ат тергеу, байғазы, құрметтеу, көрімдік, осының бәрі салт-дәстүрге жатады. Қазақ халқы салт-дәстүрге бай. Әдет, ғұрып, ырымдар, осының бәрі салт-дәстүрдің көрінісі. Қазақ халқында салт-дәстүр мен ырымдар көп. Бірақ көбісі салт-дәстүр мен ырымдарды ажырата алмайды. Ата-баба өсиеті болып келе жатқан салт-дәстүрдің өзіндік ерекшеліктері бар. Ырымдар тыйымдар үшін қолданылған. Әр қазақ өзінің жеті атасын арғы тегін біліп жүруі қажет. Жалпы жеті атасын балалар кішкентай кезінен жаттап өседі. Жеті ата дегеніміз бала өзінен бастап жетінші атасына дейін атап өтуі. Мен өзімнің жеті атамды атап өтетін болсам, Бақтыгерей, Аққали, Амандық, Шаған, Серік, Бердіғали, Әлменбет. Қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстыра отырып, олардың ұғымына мыналарды енгізген: жүйрік ат, қыран бүркіт, қанды ауыз қақпан, жирен мылтық, құмай тазы, өткір кезең, майланғыш ау. Бебеу қаққан басым бар, ал қалай қонған асым бар. Заманы жайық не болмақ, жүз толғаны мың болмақ. Орайына келгенде ортаңа салдым кірі уақ. Тілегі тәңірі мұңдаса, домбыра жебет қолдаса, айтылмай қалған жырлары бар. Ақылын айтып